Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер. Қаларыңыз қалай, баптарыңыз қалай? Шаруашылықтарыңыз қалай болып жатыр? Бүгін жұма мүбәрәк болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл бола берсін. Қазір мен өзімнің сіздерге китайский абориген шелкуларын көрсетіп кетейін деп едім. Міне ақырындап бұлар өсіп жатыр. Бірақ та мына жерде менде осы бір тауық қалды. Осы где-то бір 2-3 күндей болды. Тәбеті жоқ, аппетиті жоқ, тамақ берсең тамақ жегісі келмейді. Басын өзінің жүн өзін қолтық жағына тығып алады. Жалпы әлсіреп жүр. Сол ойлап жүрмін, сол ауырып қалды ғой деймін деп. Енді осы балапанды біз енді алдыңғы уақытта емдейміз сіздермен бірге. Жаңа дейтін мен үйден алькарал дайындап шыққан болатын. Міне көріп тұрған боласыздар. Кәдімгі алькарал. Мынандай шприцпен, осы шприцпен қазір беретін болам. Міне қазір көрінбей тұр. Міне мына 2 миллиграммға дейін берем. 2 миллиграммға дейін осы балапанның аузына тамызып, осылай примерно бір аптадай берем. Сол өзінің нәтижесін көретін боламыз. Қалай болатын, не болатын жалпы. Қазір енді мен шприц алып келетін болам. Соны аузына беретін боламыз. Мінекей достар, жаңа балапан ұстап алдым. Енді бұның аузына қазір тамызатын боламыз. Көріп тұрған боларсыздар, 2 миллиграмм емес, шатасып кеткен болатын. 6 миллиграмм алдым жаңа шприцтан. Енді бір кашолкамызға тамызып алайын, түсіретін болам. Міне тамызып қойдым достар, 6 миллиграмм. Енді жіберетін боламыз. Осылай мен бағана таңертең жасағам, 6 миллиграмм тамызған болатынмын. Таңертең түсте, енді кешке тамызатын боламыз. Бір аптада тәуіріне келу керек. Негізі былай, будегесін ұстағанда будегесінде былай жем бар. Енді үйтіп қатты жемей жүрген жоқ, жем жеп жүр. Былай енді былай қанатын, өзінің басын қанатына тығып алады. Сол себептен неткен болатынмын. Енді алькаралды қалай араластырғанымды айтып беретін болсам сіздерге. Мен алькаралды былай араластырдым. Бір стакан жылы су алдым. Кішкене ыстық жылы су. Сонымен осындай шприц үйден алған болатынмын. Қазір камера фокусировкасы болмай тұр. Осы шприцпен 1 миллиграмм, мына жерде 1 миллиграмм алькаралдың өзін алып, осы жылы суға, жылы кесеме суға тамызған болатын. Сонымен екеуін араластырып бір кесе, осындай бір кесе шығардым. Таңертең берген болатын. Енді түсте берем, түсте жаңа бердім сіздермен бірге. Енді кешке беретін боламыз. Жалпы бұл алькаралдың ішінде өте көптеген балапанға, тауыққа керек заттар, витаминдер, дәрумендер өте көп кездеседі. Алькаралдың ішінде өте көп ондай дәрумендер. Сол себептен мысалы біздің тауықтарымыз, балапандарымыз жазда далада жүргенде оларға біз ондай алькарал дейтін қоспалар бермейміз. Не себептен екенін айта кететін болсам, себебі ол кезде біздің тауық балапандарымыз көк шөп жейді, жалпы жайылады, тас жейді, құрт құмырсқа жейді. Сол өзіне керек витаминдарды сол жалпы даладан тауып жейді. Ал мына жерде бізде қазір күз уақыты келгендіктен бізде шөп жоқ. Шөптің бәрі біткен болатын. Жапырақтар түсіп жатыр талдардан. Жалпы енді қыс келе жатыр, бір сөзбен айтқанда. Сол себептен осындай суық уақыттарда алькарал берем. Осы алькаралдың ішінде жалпы көптеген витаминдар, мед, кальций, жалпы бәрі бар. Тауыққа керек витаминдардың, балапанға керек витаминдардың бәрі кездеседі. Сол себептен тауықтарыңыз, балапандарыңыз ауырып жатса, алькарал берсеңіздер болады. Өзімнің тәжірибемнен айтып жатырмын. Алькарал бергенме тауықтарыма бір жылдай болды. Ешқандай оның зияны жоқ. Көбісі айтып жатыр,
ондай дәрілермен қоспалармен өзің тауығыңды улайсың деп негізі олай емес. Алькарол өзіміздің Қазақстанның отандық өнімі болғандықтан ондай нелер жоқ. Улауыңыз мүмкін, әрине өзіңіздің тауықтарыңызды улап салуыңыз мүмкін. Если мысалы өзіңіздің беретін дозаңызды білмесеңіз, мысалы мен жаңа айттым, бір кесе жылы суға 1 миллиграмм шприцпен өлшеп 1 миллиграмм ғана алькарол араластырып берем деп. Осылай өлшеп, жалпы дұрыстап өлшеп қадағалап берсеңіздер, ешқандай жаман нәтижелер болмайды. Енді осы бүгінге сіздерге айта кетейін деп едім. Каналда 2 күндей видео шықпады. Осы балапан ауырған емдеуін видеосын түсіріп кетейін деп едім сіздерге. Сау саламатта жүзгенше арнаға қолдап отырыңыздар. Жақсылық болсын, байлық болсын.